Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте дәмді тағам дайындайтын боламыз. Бұны етсіз де дайындасаңыз өте дәмді болып шығады. Ол үшін ең бірінші ыдысымызға шемішкі майымызды құйып, шуамыз бен чесногымызды қызарғанша араластырып аламыз. Содан соң болгарский переціміз бен морковымызды саламыз. Содан соң етімізді саламыз да барлығын мұқият араластырамыз. Мен етті бірінші салуға ұмытып кетіп, осылай артынан салып жібердім. Ең бірінші етіңізді қуырып аласыз ғой енді. Содан соң осылай барлығын араластырып отырып, суы тартылғанша қуырып аламыз. Ең соңында картоплымыз бен капустамызды саламыз. Содан соң барлығын араластырып отырып, тағы да кішкене қуырып аламыз. Содан соң томатымызды саламыз, тағы да араластырамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар да болады. Мінекей барлығын екі жағын араластырып отырамыз. Содан соң ғана кішкене қуырғаннан кейін суымызды құйып, дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Тұз, бұрыш немесе тағы да басқа. Мінекей осылайша біздің подливымызды тағы да араластырып отырып пісіріп аламыз. Біздің подливымыз пісіп жатқан кезде күрішімізді жуып, қанжылым суға мен осылай бұқтырып қоямын 10 минуттай. Содан соң осылай табамызға май құйып, күрішімізді әбден қуырып аламыз. Қуырып дегенде кішкене қуырамыз. Содан соң тұзымызды салып, қайнап тұрған суымызды кішкене бетіне ғана шығып тұратындай етіп құямыз. Содан соң қақпағын жауып, отымызды азайтамыз. Аз отта суымыз сарқылғанша пісіреміз. Мінекей біздің суымыз сарқылып бастады. Содан соң суымыз сарқылғаннан кейін осылай видеодағыдай күрішімізді араластырып, бір жерге жинап, 2-3 жерден осындай 2-3 жерден дөңгелектеп тесіп қоямыз. Өйткені біздің күрішіміз осы бумен піседі. Қалғаны осылай. Содан соң табамыздың крышкасын жауып қоятын боламыз. Қалған күрішіміз осы буға пісетін болады. Мінекей осылайша біздің күрішіміз де дайын болып піседі. Мінекей осындай шашыраңқы болып әдемі болып шығады. Дайын күрішімізді осылай әдемілеп ыдысымызға салып, мінекей осындай формада дөңгелектеп жасаламыз. Содан соң подливымызды құятын боламыз. Осылайша біздің күрішіміз өте дәмді болып шығады. Күнделікті бір күрішпен бірге жасағаннан осылай әдемілеп гарнир қылып жасаған жақсы. Міндетті түрде жасап көріңіз. Қараңыздаршы. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша зелень немесе укроп қолдансаңыз болады. Осылайша біздің тамағымыз дәмді болып шығады. Егер де мен видео ұнаған болса, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Хотя бы лайк басып кетіңіз. Рахмет көп-көп.